Қазақстан Ресейге 50 мың тонна бензин бермекші деген ақпарат тарады. Бұл ақпарат Украина шабуылдары салдарынан Ресейдің бірқатар мұнай өңдеу зауыттарының жұмысы бұзылып, елде жанармай тапшылығы күшейген тұста пайда болды. Соңғы апталарда көрші елдің бірнеше өңірінде бензин жеткізу қиындап, кей жанармай құю бекеттерінде шектеулер енгізілген. Осы жағдай Ресейде бензин бағасына да әсер етіп, көрші мемлекеттерде жанармай нарығына қатысты алаңдаушылықты күшейтті. Бензин тапшылығының салдары халық арасында да байқала бастады. Әлеуметтік желілерде Ресейдің бірнеше өңіріндегі жанармай құю бекеттерінде ұзын-сонар кезектер пайда болып, жүргізушілер арасында жанжал мен төбелес шыққан түсірілген видеолар кеңінен тарады. А чего без очереди? Сюда просто проехать. Куда проехать? Без заправляться? Да. Ну так мы тоже, смотрите где очередь. Вон там, он девятиэтажка, вот там очередь начинается. Да? Ресейдегі жағдай Қазақстанда да қызу талқыланып жатыр. Әсіресе Ресеймен шекаралас Батыс Қазақстан облысының орталығы Орал қаласында жанармай бағасы елдің өзге өңірлерімен салыстырғанда жоғары. Ал Шымкент, Түркістан, Алматы сияқты өңірлерде бензин бағасы салыстырмалы түрде тұрақты сақталып отыр. Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. Как вы понимаете, в 2 раза дешевле, чем у нас. Хотя это не самая дешевая заправка, голову ломает то, что до нас здесь действительно буквально пару часов езды. Қазақстан Ресейге 50 мың тонна бензин жібереді деген ақпаратқа қатысты Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі ресми мәлімдеме жасады. Мұнай өнімдерін жеткізу саласында халықаралық келісімдер мен коммерциялық шарттарды жасасу тек жеткілікті бос ресурстық әлеует болған жағдайда ғана мүмкін. Қазақстанның ішкі нарығын толық әрі үздіксіз қамтамасыз ету сөзсіз басымдық болып қала береді. Экспорттық жеткізілімдер азаматтар мен ел экономикасының қажеттіліктерін қамтамасыз етуге қауіп төнбеген жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Ресейдегі жанармай тапшылығының салдары Орталық Азияның басқа елдеріне де әсер ете бастады. Қырғызстан мұнай өнімдерінің тұрақты жеткізілуін қамтамасыз ету үшін өңірлік серіктестермен келіссөздер жүргізіп жатыр. Өзбекстанда бензин бағасы күрт өсті. Ал Қазақстан жанармайдың заңсыз сыртқа шығарылуын болдырмау үшін шекаралық бақылауды күшейтіп, кейбір мұнай өнімдерін темір жол арқылы экспорттауға уақытша шектеулер енгізді. Сарапшылардың пікірінше, бұл жағдай Орталық Азия елдерінің жанармай нарығы әлі де Ресейдегі ахуалға тәуелді екенін көрсетеді. Сондықтан Ресейдегі бензин тапшылығы толық шешілмейінше, өңірдегі жанармай нарығындағы тұрақсыздықтың сақталу қаупі жоғары.